Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгінгі сабақтың тақырыбы қайталау. Бүгінгі сабақта ғарышқа саяхат бөлімі бойынша алған біліміңді бекітесің. Бірінші тапсырма. А нұсқасы. Суреттің атауын жаз. Оқушылар, ойланайық. Берілген суреттің атауын қалай жаздық? Бірге тексерейік. Бірінші сурет ғарыш кеме, екінші сурет ғарыш айлақ, үшінші сурет зымыран. Оқушылар, сендердің де жазған атауларың осындай болды деген ойдамын. Бірінші тапсырма. Ә нұсқасы. Сөз бен оның түсіндірмесін сәйкестендіріп оқы. Оқушылар, іске сәт. Сөз бен оның түсіндірмесін қалай сәйкестендіріп оқыдық? Өз жауаптарыңды біз ұсынған жауап нұсқасымен салыстырып көріңдер. Мәзір. Ғарышкерлерге арналған тағамдар тізімі. Шақырым. 1000 метрдің басқаша атауы. Марапат. Елі үшін еңбек еткен адамға берілетін атақ немесе сый. Оралу. Бастапқы ұшу нүктесіне қайтып келу. Сықпа. Ғарышкер тағамын салатын арнайы құты немесе ыдыс. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың сәтті орындалды деп сенемін. Екінші тапсырма. Берілген сөздерге қарсы мәндес сөздерді айт. Оларды қатыстырып, сөйлем құра. Оқушылар, жұмыстарыңа сәттілік тілеймін. Берілген сөздерге қандай қарсы мәндес сөздер айттыңдар? Оларды қатыстырып, қандай сөйлем құрастырдыңдар? Бірге тексерейік. Жеңіл, ауыр. Бүгін менің сөмкем жеңіл, сенің сөмкең ауыр болды. Жақын, алыс. Меркурий күнге ең жақын тұрған ғаламшар. Нептун күннен ең алыс тұрған ғаламшар. Кең, тар. Біздің сыныптың іші кең, ал мектептің дәлізі тар. Қысқа, ұзын. Былтырдан бері қысқа шалбар сәнге айналды. Менің тіккен көйлегім ұзын болып тұр. Аласа, биік. Әлемдегі ең биік тау Гималай. Әлемдегі ең аласа материк Австралия. Оқушылар, сендердің де тапсырмаларың дұрыс орындалды деп сенемін. Үшінші тапсырма. Ғаламшарларға сипаттама бер. Оқушылар, берілген ғаламшарларды сипаттап айтайық. Іске сәт. Ғаламшарларды қалай сипаттадық? Бірге тексерейік. Қызыл жұлдыздың түсі қызыл болады. Ол шарға ұқсайды. Жер қатты, сұйық заттар мен газдардан тұратын алып шар. Күн жарқыраған ең ыстық жұлдыз. Қоңырқай ең күрделі сақиналары бар ғаламшар. Оқушылар, сендердің де сипаттамаларың сәтті шықты деген ойдамын. Төртінші тапсырма. Мәтінді оқы. Бұл ертегі ме, әлде аңыз ба? Ажыратып айт. Ай мен күн. Өткен заманда біреудің Айсұлу және Күнсұлу деген екі сұлу қызы болыпты. Бір күні Күнсұлу іс тігіп отырған Айсұлуға: "Мен сенен де сұлумын" дейді. Ал Айсұлу болса: "Жоқ, сен сұлу емессің, мен сұлумын" деп таласады. Ақыр аяғында
Қатты ашуланған Күнсұлу өзіне қарсы отырған Айсұлудың бетін тырнап алады. Күнсұлудың тырнағының ізі Айсұлудың бетінде өшпестей болып қалады. Міне, содан бері Айсұлу жұрттан ұялып, тек түнде ғана далаға шығады. Ал өз қылығынан қатты ұялған Күнсұлу түн болғанда бұғып жатады екен. Содан бері Айсұлу мен Күнсұлу бірін-бірі көрмейді екен. Оқушылар, оқыған мәтініміз ертегі ме, әлде аңыз ба? Ойланайық. Өз жауаптарыңды біз ұсынған жауап нұсқасымен салыстырып көріңдер. Менің ойымша, оқыған мәтініміз аңыз. Өйткені мәтінде бір ғана оқиға айтылады. Сонымен қатар мәтінде өмірде болған және бар заттар туралы баяндалады. Оқушылар, сендердің де жауаптарың дұрыс шықты деген ойдамын. 5-ші тапсырма. Көршіңе диктантты оқы және жазғанын тексер. Оқушылар, алдымен диктант мәтінін бірге оқиық. Ғарыш, ғаламшар тақырыбы біздер үшін өте қызықты. Қазіргі кезде ғылым мен техника жақсы дамыған. Ғалымдардың көмегімен ғарыш кеме жасалды. Ғарышкерлер әуеде, ғарыш кеңістігінде еркін қозғалуы және зерттеу жүргізуі үшін киім мен тағамдар ойлап табылды. Үлкейткіш құралдардың көмегімен астроном ғалымдар ғаламшарларды жерден бақылай алады. Оқушылар, осы диктантты көршіңе жаздыр. Жазған диктантын тексер. Іске сәт. Сонымен оқушылар, бүгінгі сабақтан не үйрендік? Ғарышқа саяхат тақырыбы бойынша алған біліміңді бекіттің. Енді бүгінгі сабағымызға кері байланыс жасайық. Сендерге барлық тапсырма түсінікті болды деген ойдамын. Үйге тапсырма. 47-ші беттегі 6-шы тапсырма. Диктант мәтіні бойынша 3 сұрақ құрап жаз. Оқушылар, сабақ аяқталды. Сау болыңдар.